Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен асқабақ қосылған өте пайдалы әрі дәмді болып шығатын нанның рецептімен бөлісетін боламын. Каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен тазаланған асқабағымызды ыдысымызға салып, үстіне шамалы сүтімізді немесе су құйып, отқа қойып, асқабағымызды пісіріп алатын боламыз. Міне асқабағымызды да отқа қойып 10-15 минутқа қойып пісіріп алдық. Осылай ботқа тәріздес болады. Енді осы піскен асқабағымызды үлкендеу ыдысқа салып, шамалы езіп үстіне қалған заттарымызды салатын боламыз. Яғни қантымызды, сонымен қатар тұзымызды саламыз. Сонымен қатар бізге сұйық май қажет болады. Үстіне оны да құямыз, сұйық майды. Қалған сүтімізді құямыз үстіне. Сосын жылы суымызды құятын боламыз. Суымызды да құйып алдық. Енді бір ас қасық ашытқымызды, яғни құрғақ ашытқы, соны салып, жақсылап араластырып аламыз, асықпай. Араластырып алдық. Енді үстіне електеніп түзілген ұнымызды жаймен салып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Июі қанғанша жақсылап илеуіміз қажет қамырымызды. Қамырымызды осылай июі қанғанша жақсылап илейміз. Осындай жұмсақ қамыр пайда болады бізде. Үстін пакетикпен немесе пищевой пленкамен үстін жауып, жылы жерге қойып қоятын боламыз 1 сағаттай уақытқа. Міне қамырымыз да көтерілді 1 сағаттың ішінде менде шамамен. Енді осының бетіндегісін ашып, енді үстеліміздің үстіне ұнымызды сеуіп, қамырымызды ұнға аунатып жақсылап, енді бөліктерге бөлетін боламыз. Мен қамырымызды 2 бөлікке бөлдім. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша 4-ке немесе 3 бөлікке бөліп пісірсеңіздер болады. Кішілеу нан жасайтын болсаңыздар. Мен үлкендеу 2 нан жасайтын болғандықтан 2 бөлікке бөлдім. 2-ге бөліп алып, мен осылай дөңгелетіп зуалаға келтіріп алдым қамырларымызды. 2 зуала жасадым, міне видеодағы да көріп тұрғандарыңыздай. Енді осылай жоқалатып жасап алатын боламыз қамырымызды. Астына пергаментный бумаганы төсеп, пешіміз қызығанша орамалмен жауып қоятын боламыз үстін 5-10 минутқа. Міне көтеріліп тұрып, пешіміз қызығанға дейін енді нандарымыздың ортасын осылай шанышқының көмегімен осылай тесіп алатын боламын. Сосын нестімізге салып, табамызға, яғни енді пешімізге пісіріп алатын боламыз 20-25 минутқа пешке. Нандарымызды пісіріп алдым. Міне ыстық күйінде бетіне сармай жағып қойдым, бетіне жылтырап тұрсын деп. Осылай қып-қызыл әп-әдемі болып шығады. Бетіне ешқандай жұмыртқа жаққан жоқпын, тек қана сармай жақтым. Міне видеода көріп тұрғандай өте жұмсақ, үлпілдек болып шығады. Сармаймен жесеңіздер енді өте дәмді болады. Үйде міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте пайдалы әрі дәмді. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.